Сәлем достар, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Кеше осы ойынды мен Instagram парақшама салған едім. Көптеген ұстаздар қызығушылық білдіріп, ойын туралы айтып өтіңіз деп өтініш білдірген екен. Онда ойын туралы айтып өтейін. Ойынымыздың аты Headbands деп аталады. Бастарымызға әртүрлі карталарды қойып, сол карталарды оқушылар келесі бір оқушыларға иә немесе жоқ деген сұраққа жауап беретін сұрақтарды қою арқылы табуы қажет болады. Бұл жердегі ойынның негізгі мақсаты оқушыларды ағылшын тіліне сөйлеткізу және сөйлеу дағдысын қалыптастыру болып саналады. Неге осындай арнайы басқа тағатындары бар. Бұл қораптың ішінде 6 осындай басқа тағатыны болады. Одан қосымша да тапсырыс беріп алуға болады. Әрине, мынандай өзінің дайын карталары болады. Неге осындай суреттермен what am I, яғни мені тап, мен немін деген сияқты сұрақ деген ойында болып саналады. Ойынның аты неге I am an apple деп оқушы табу керек. Осындай карталардың қасында бұл жерде мысалы мен транспортпын ба, мен жануармын ба, мен жыртқыш жануармын ба, үй жануармын ба, мен шөп жеймін ба, ет жеймін ба деген сұрақтар, түрлі сұрақтарды қойып, яғни мінекей нәрде дайын сұрақтар болады. Ағылшын тілінде осы сұрақтарды оқи отырып, оқушы келесі оқушыларға сұрақ қояды. Олар иә немесе жоқ деп жауап береді. Осындай сағаты болады. Құм сағаты 1 минуттың ішінде басында не тұрғанын таппаса, мынандай тапса осындай жұлдызша алады, таппаса алмайды. Ойынның негізгі мақсаты оқушыларға сұрақ қою арқылы сөйлеу дағдыларын қалыптастыру. Яғни оқушылар ағылшын тілінде сұрақ қоюға қиналады, ал осы ойын арқылы сіз оқушыларды сұрақ қою дағдысын қалыптастыра отырып, сөйлеу дағдысын күшейте аласыз. Бұл ойынды қайдан табамын деген сұраққа менің интернет дүкенімде осындай ойындар, әртүрлі мұғалімдерге қажетті ламинатор, көрнекіліктер сататын интернет дүкені бар. Сол жерден ала аласыздар, тапсырыс беріп, және менің инстаграмыма тіркеліп қойып, осындай әртүрлі идеяларды, контенттерді инстаграм парақшамнан көре аласыздар. Видео сіздерге ұнаса лайк басып, әдемі комментарийлеріңізді қалдырыңыздар, және комментарийге қандай алдағы уақытта видеолар түсіруімді қалайсыз, солар туралы жазып өтсеңіздер болады. Видео көргендеріңізге рахмет.